Сәлем достар, бүгін 1 шілде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жалпы әлеуетке қазақстандықтарға жас отбасы бағдарламасын ұсынған болатын. Жас отбасы бағдарламасын ұсына сала көптеген қазақстандықтарда сұрақтар туындауда. Сол сұрақтарға біз сіздерге қазір жауап беруге тырысайық. Енді жас отбасы бағдарламасы пайыздық үстеме 6. Жас отбасы бағдарламасы бойынша несие алу үшін міндетті түрде 3 шартты орындауларыңыз тиіс. Біріншісі, салым мерзімі 1 жылдан асуы тиіс. Екіншісі, бағалау көрсеткіші ОПы 5-тен асу немесе 5 болуы тиіс. Үшіншісі, алғашқы жарна 50% болуы тиіс. Енді әлеуметтік желіде біз 1 жылдың ішінде қалай 50%-ын жинап үлгереміз? Жас отбасыға бұл мүмкін емес қой? Сұрақтар туындауда. Қымбаттыларым, салым мерзімі 1 жылдан асуы тиіс. Яғни сіз жас отбасы қазір келіп, бірден біз 50%-ын саласап, несие аламайсыз. Сіз кемінде 50%-ын бізде 1 жыл сақтауларыңыз қажет. Одан әрмен сіздер 1 жылда жинайсыздар ма, 2 жылда жинайсыздар ма, 10 жылда жинайсыздар ма, ол сіздердің еріктеріңіз. Отбасы құрғаннан бастап, сіздер 3 жылдың ішінде міндетті түрді бізден кеп депозит ашып, салым ашып, ақша сала бастасаңыздар болғаны. Қанша уақытта жинап бітесіздер? Өз еріктеріңіз. Екіншісі, бағалау көрсеткіші ОПы. Бағалау көрсеткіші дегеніміз, ол сіздің депозитіңіздің жинау тәртібі десек болады. Яғни, анағұрлым сіз уақытлы ақшаңызды салып отыратын болсаңыз, сіздің опыңыз тұрақты және жоғары болады. Үшіншісі, алғашқы жарна 50%. Яғни 10 миллионға пәтер алатын болсақ, біз міндетті түрде соның 5 миллионы біздің салымымызда жатуы тиіс. Енді халыққа былай қолмен ұстап көретіндей, сезілетіндей, ыңғайлы болу үшін біз 2 мысал құрдық осы жас отбасы бойынша. Біріншісі, мысалға, жас отбасы, мына елде болып отқан жағдайларға байланысты тойы бар, басқа да бір жиындар бар, бәріне, яғни жоқ деді. Ата-анасынан берілген 5 миллионды алды да тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келіп салды. Естеріңізде болса, міндетті түрде 1 жыл күту керек. 1 жыл күтеді, 6%-бен несие алады, ай сайын 50 мың теңгеден төлеп отырады. 3 жылдан кейін пайыздық үстемесі 6-дан 3-8-ге түседі, айнымай төлемде түседі 46 мыңға. 11 жыл бойы 46 мың төлеп отыратын болады. Енді 3 жыл, 11 жыл, 14 жылдың ішінде бұл кісілердің артық төлемі 2,8 миллионның айналасында болады. Айта кететін жайт, егер мысалға сіз бірден келіп 50%-ын құйып банкта несие алатын болсаңыз, жас отбасы бола тұрды. Сізде пайыздық үстеме 8,5 болады. Егер сіз жас отбасы бізге кеп 50%-ды салып, 1 жыл шыдап, одан кейін несие алатын болсаңыз, осындай керемет арзан пайызбен алатын боласыздар. Енді қазір сіздер айтуларыңыз мүмкінсіздер. Мүмкін бәрінде бірден бола бермейді. Ол сома, ол жағдайға біз екінші, яғни мысалды қарастырдық. Екінші мысал, отбасы жана құрған, қолдарында 50% жоқ, екеуі де жұмыс істейді дейік жастардың, ай сайын 150 мың теңгеден біздің, яғни банкке салым ашып салып отырады делік. 2,5 жылдан кейін бұл кісілер 6%-бен ай сайын 50 мың теңгеден 3 жылдан кейін 3,8%-ға түсіп, 46 мың теңгеден 11 жыл бойы төлеп, артық төлем бұл жерде де 2,8 миллион теңге болады. Енді жалпы жас отбасыға қоса біз арнау салымын, депозитін сіздерге түсіндіре кетуді жөн көрдік. Арнау депозиті, бұл жерде салым мерзімі 10 жыл, бағалау көрсеткіші ОПы 48 болу тиіс, алғашқы жарна міндетті түрде сіздерде 50% болу тиіс. Жинақ сомасы, егер мысал 10 миллионға үй алатын болсақ, 10 миллион жартысын жинау үшін 10 жылдың ішінде бізге аймамай 38 мың теңгеден салып отыруымыз тиіс. Аймамай 38 мың теңгеден салып отырып біз несие алатын кезде 2%-бен айына 46 мың теңгеден несие мерзімі 10 жылға несие алатын боламыз. Бұл жерде артық төлем 10 жылға 500 мың теңге шығады. Сондықтан, қымбатты достар, жалпы барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймыз. Біз тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, өзіміздің әр салымшымыз. Болашақта біздің банктан салым ашатын адам үшін қатты алаңдаймыз. Бүгінгі әлеуметтік желіде болған
пікірлерді естіп, біз қалай бір жылда 50%-ын жинаймыз деп, сіздер дұрыс емес түсінік, дұрыс емес пікір қалыптасып қалмасыншы деген оймен осындай видео түсіруді жөн көрдік. Барлықтарыңызға баспаналы болуды тілейміз. Әр қазақстандық баспаналы болсын.